Сәлем достар! Көптеген уақыттар бойы адамдарды қорқынышты, біртүрлі дыбыстар мазалап жүр. Біз бүгін сіздерге аспаннан шыққан қорқынышты дыбыстарды көрсететін боламыз. Видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңыз. Өйткені осы топтамада Қазақстан да кірді. Лайк басып, арнамызға тіркелдіңіз бе? Онда бастай берейік. 2015 жылы Оклахомада аспандағы бір қорқынышты дыбыс тұрғындарды қорқытып шықты. Бұл дыбысты естіген адамдар бірден қолдарына ұялы телефонды алып түсіре бастады. Қазақстанның Алматы қаласында 3 күн қатарынан белгісіз дыбыстар шыға бастады. Оны осы видеодан көре аласыз. Ал келесі дыбыс 2017 жылы Малайзияда шықты. Бұл дыбысқа көптеген адамдар не істерін білмей шыдай алмай жүрді. Канадада бір сұмдық дыбыс 20 минуттай адамдардың миын ашытып тоқтамады. Кейбір адамдардың айтуы бойынша бұндай дыбыстар жер астындағы литосфераның қимылдауынан пайда болады дейді. Әрине бұның барлығы Алла тағаланың құдіреті және аспан дыбыстары жайлы Құран кәрімде де айтылып кеткен. Сіздер осындай аспаннан шыққан қорқынышты дыбыстарды естіп көрдіңіз бе? Комментарияға жаза кетіңіз. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің бұдан да қызықты, сұмдық видеоларымызды жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдунұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.